Сәлем достар, бүгінгі күн барлықтарыңызға жақсылыққа толы болсын. Бүгін сіздермен осындай керемет, яғни балалықты еске алатын коржиктарды жасайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай, бірақ та өте дәмді болып шығатын коржик болып шығады. Менімен бірге болып, соңына дейін тамашалаңыздар. Алдымен бөлме температурасында тұрған сары майымыздың үстіне қантымызды салып, екеуін жақсылап араластырып алатын боламыз. Дәл видеодағы көрсетілгендей етіп жасайтын болыңыздар. Достар, мен қажетті ингредиенттердің мөлшерін описание бөліміне жазып кететін боламын, сол жақтан таба аласыздар. Енді бір жұмыртқамызды салып, қайта бірдей болғанша осылай араластырып аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай араласып болғаннан соң, үстіне сүтімізді құйып, қайта бір келкі болғанша араластырып аламыз да, оның үстіне қопсытқышымыз бен ұнымызды саламыз. Яғни ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды салып, дәл видеода көрсетілгендей міндетті түрде осылай електен өткізіп, ұнымыздың жартысын салып араластырып аламыз. Достар, егер де менің видеоларым өз пайдасын тигізіп сіздерге ұнап жатқан болса, арнама жазылып, мені қолдап отырыңыздар. Комментария бөліміне өз пікірлеріңізді жазып кетулеріңізге болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ қамыр иленеді, яғни артық ұн қажет емес. Көрсетілген ұннан артық салмаймыз. Енді осы дайын болған қамырымызды тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қалдырамыз. Міне осылай пакетке немесе пищевой пленкаға орап, жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Міне бізде жарты сағат өтті. Негізі біз тоңазытқышқа қамырымызды қатыру үшін емес, бөлме температурасында тұрған сары майымыз қамыр иленіп жатқан кезде еріді, соны қатырып алу үшін ғана қоямыз. Себебі бізде коржиктарымыз әдемі болып пісу үшін ол міндетті. Міне қамырымызды осылай оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Кішкене ұн қолдануымызға болады бұл жерде. Осындай мен пиаланы, яғни осылай кесені пайдаландым. Егер де сіздерде арнайы форма болса, немесе басқаша пішін жасап саламын десеңіздер, өз қалауларыңыз, мен осылай жасадым. Қазір міне сіздерге осындай көлемде жайдым, қалыңдығы осындай болды. Бұл піскенде әдемі болып көтеріліп шығады. Міне осылай коржиктарымыздың барлығын листімізге жайғастыратын боламыз. Міне өздеріңіздің қалауларыңызша безесеңіздер болады. Мен кішкене бетіне қант шаштым. Көріп тұрғандарыңыздай пісіп шықты. Өте керемет болып, жұмсақ коржик болады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Балаларыңызға жасап, отбасыңызды қуантыңыз. Міне достар, біздің коржиктарымыз дайын. Егер де менің видеоларым ұнап, өз пайдасын тигізсе, арнама жазылып қолдап отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз, жазған пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Әрдайым ескеріп отырамын. Сау болыңыздар.